Жыл сайын Жол KZ компаниясы ретінде талапкерлерге жеке кеңес береміз, консультация береміз. 4 мамандықта 4 университетін қалай таңдау керек, грантқа түсетін ықтималдығы жоғары болатындай қалай таңдауға болатынын көмектесеміз. Біздің сарапшылардың жасайтын сараптамасының ерекшелігі бұл жерде грант санын ескереміз, шекті балды ескеріледі және грант конкурсын ескеріледі. Яғни үлкен статистикалық мәліметтерді қорыта отырып, анализ жасалып, солайынан сараптама жасалады. Бірақ бұны жай оқушы өз бетінше жасау қиын, өйткені кейбір мәліметтер жетіспейді, немесе әртүрлі гранттың түрлері бар дейік, олардың барлығына конкурстың қалай болатыны, қанша адам тапсырып жатыр, немесе кім қанша алып жатқанын білмегендіктен ол өз бетінше жасау қиындау. Әрине, өткен жылғы ақпаратқа қарап жобаласаңыз болады, бірақ ол нақты ақпарат болмайды. Біздің сарапшылар көбірек нақты мәліметтерге сүйене отырып, сараптама жасап, оқушыларға көмектесеміз. Мысал үшін, өткен жылы біз 1000-ға жуық оқушыға көмектестік. Соның ішінен тек қана 9 оқушы ғана грантқа түспей қалды, қалған барлығы грантқа түсті да. Бұйыл әдеттегіндей, жылдағындай, жыл сайын қандай мамандықтарға конкурс жоғары болатын болса, бұйыл да тура сол сияқты болады. Қатты өзгеріс болмайды. Сұраныс және грант санына да байланысты, бірақ әлі грант саны шыққан жоқ. Енді ол қандай мамандықтар дейтін болсаңыз, ол құқық саласы, экономика, финанс деген сияқты, немесе IT саласына сұраныс жоғары, медицина саласына сұраныс жоғары деген сияқты, бұл салаларда бірден өзгеріс болмайды. Жыл сайын оқушылардың сұранысы бұл мамандықтарға өте жоғары. Бүкіл әлемдік пандемия әрине әсер етпей қоймайды, оның өзінің бір салдары болады. Бірақ оны біз толығырақ көбірек 5-10 жылдан кейін байқауымыз мүмкін. Бірақ дегенмен қазірдің өзінде IT саласына өте сұраныс көбейіп жатыр. Себебі көп салаларда онлайнға немесе диджиталға өту, ұзақтан басқару деген сияқты, қашықтан сабақ өту деген сияқты IT саласын қолданатын мамандықтар немесе IT саласының өзіне сұраныс қатты артады. Сонымен қатар әрине қоғамдық денсаулық сақтау, немесе логистика деген сияқты, сол салаларда сұраныс қатты артады. Мұғалімдік және дәрігерлік сияқты салаларға үкіметтен бөлінген қаражат және олардың стипендиясын студенттерге немесе айлықтарын көтеруі әрине бұл салаға деген сұранысты көтереді. Бірақ бұл күрт өзгеріс емес, жаймен өзгереді. Және жыл сайын бұл өзгеріс байқалып келе жатыр. Мысалға, өткен жылы мұғалімдік мамандықтарға шекті балл, мысалға IT саласынан жоғарырақ болды, или тағы басқа салалардан сәл жоғарырақ болды. Бұл сол бағыттағы оң өзгерісті көрсетеді. Бірақ менің ойымша бұл жерде күрт өзгеріс болмайды. Шекті балдар сразу аспандап кетеді деп ойламаймын.